Сәлем достар, қазір 400 МРП 3-ші потогы басталғалы жатыр. 20 қазан күні 3-ші поток болады. Ол гранттар саны кішкене аздау, және де бүкіл аймақ қатыса алмайды. Сіздерге толық шарттарын және де қазір 3-ші потоктағы ерекшеліктерді айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Көмек қажет болса, астында телефон номерімді қалдырамын, сол жерде WhatsApp-қа өтіп сұрасаңыздар болады. Ал ендеше кеттік. Бізде бұл жерде ерекшеліктердің бірі грант санында. Яғни бізде бірінші потокта, екінші потокта міне қарап тұрсаңыздар 4501 грант, екінші потокта 4874 грант. Ал үшінші потокта бар жоғы 270 грант бөлініп отыр. Бірақ бұл жерде барлық аймақ қатыса алмайды. Сіздерге көрсетейін. Сіздер бірінші өз аймақтарыңызды қарап алыңыздар. Бұл жерде грант шарттарына толықтай сай келгенмен де аймағыңыз тура келмесе, бұл жерде қатыса алмайсыз. Қараңыз, сіздің аймағыңызда мысалы қарап көрейік. Мұнда Түркістан облысын алсақ, Түркістан облысында бірінші, екінші потокта қанша міне? 1000-ға жуық гранттар бөлінген, бірақ бар жоғы 5 грант бөлінген. 3-ші потокта ол қай аймаққа бөлінген десеңіз, осы жерден қарасаңыздар болады. Түркістан облысында міне қаншама аудандар бар, қаншама аудандар бар, бірақ бұл аудандардың еш қайсысына грант бөлінбеген. Міне, былай көрсеңіз болады. Созақ ауданы жоқ, Төле би ауданы жоқ, көрдіңіз бе? 3-ші поток жоқ. Значит, ол ауданда 3-ші поток болмайды деген сөз. Енді қараңыз, бұл жерде Түркістан облысында қайда? Шардарада жоқ дейді. 5 грант қай ауданға берілген. Соны көру үшін міне қарасаңыздар, Жетісай дейді. Жетісай ауданы бойынша 5 грант бөлінген. Яғни бұл грантқа Түркістан облысынан тек қана Жетісай ауданы ғана қатыса алады деген сөз. Дальше көреміз, Бұлай көріп кете берсеңіздер болады. Солтүстік Қазақстанда 9 грант, Павлодар облысында 40 грант, Қызылордада 56 грант, Бірақ Қызылорданың ішінде де қараңыздар, дәл солай, негізі бәрін қай аймақта қанша грант бар, дәл өзіңіздің облысыңызда, сосын ауданыңызда, ауылыңызды жазып тексеріп алсаңыздар болады. Қараңыздар, мұнда қанша аудан бар, бірақ тек қана Қызылорда қаласының қаласы ғана қатысалады. Яғни Қызылорда облысының ешқандай ауданы қатысалмайды, тек қана Қызылорда қаласының өзінің тұрғындары ғана қатысалады. Бұл жерде прописка болу міндетті. Енді кімдер қатысалады, толық шарттарын мына жерден де көруге болады. Осылай басып қарасаңыздар, тіркелген жұмыссыздар дейді. Осыны шарттарға сәйкес жұмыссызға тіркелу керек, немесе ИПСі болу керек, сертификат алу міндетті, Егер кемінде 3 жылдың ішінде сертификат алған болсаңыз, сол жарамды болады. Ал если алмаған болсаңыз, немесе 3 жылдан асып кеткен болса, онда жарамсыз болады. Мен басқа да видеоларым бар, 400 МРП жайлы толық ережелерін түсіндірген. Енді бұл жерде мен сіздерге толық ережесін түсіндіріп отырмай-ақ қояйын. Сіздерге осы 3-ші потоктағы ерекшеліктерді түсіндіре кетейін, Өз ауданыңызды тауып алғаннан кейін сосын қараңыздар. Өз ауданыңызды тауып алғаннан кейін бұл жерде қандай бизнес жобалар, қандай бизнес жобалар өткізуге болады, болмайды деген бар, Мал шаруашылығымен, сауда-саттықпен, магазин, әртүрлі сондай бір саудаға байланысты бизнеске қатыспай қойғаныңыз дұрыс болады, және де мал, құс деген секілді қатыспауға тырысыңыздар, потому что бұл жерде мүмкіндік өте аз. Барынша жаңашылдық пен инновациялық жобалар өткізген дұрыс болады. Яғни сіздің бір ерекше бір істеп отырған бизнес кәсібіңіз бар болса, соған бір ерекшелік қосыңыз. Аспаннан айды ал демейді, бірақ қараңыздар, ерекшелік өзіңіздің ойыңыздан жаңа дүние шығару емес, сол дүние бар, бірақ басқа қалада, басқа мемлекетте, немесе басқа ауданда бар, сіздің ауданыңызда жоқ. Сіздің басқа қалада, немесе басқа мемлекетте бар дүние сіздің ауданыңызда жоқ болса, ол сіздің ауданыңызға ерекше бизнес түрі, инновациялық жоба болып саналады.
Сондықтан сондай жобаны өткізуге тырысыңыз, немесе жобаңызды сондай жобаға айналдырыңыз, яғни сондай ерекшелік қосып жасаңыз. Сосын бұл жерде үшінші жобада табір айта кететін қорғауға да байланысты. Қорғауда әдемілеп қорғаған дұрыс болады. Тағы басқа да көптеген лайфхактар, нюанстарды білгіңіз келсе, маған жазыңыздар. Мен сіздермен, бізде сопровождение да бар, толықтай құжаттарыңызды дайындауға көмектесеміз, бизнес-планды жазамыз, дайын бизнес-пландар да бар. Толық ақпаратты алу үшін WhatsApp-қа өтіп, WhatsApp-тан сұрасаңыздар болады. Немесе осы саланы үйреніп алып, қызмет етемін десеңіз, бізде дайын курс та бар. Соны оқу арқылы өзіңіз, бұл тек қана 400 МРП емес, басқа да грант салалары, онлайн қызметтер, әртүрлі онлайн үйде отырып жұмыс жасауға ыңғайлы жобаларды дайындап қойдық. Бағасы да қолжетімді, келіп қатысып көрсеңіздер болады. Ал ендеше сәттілік, жобаларыңызды жақсылап жазып өткізіңіздер. 20 қазанмен, міне мұнда уақыты да тұр, 20 қазан қабылдау басталады, 3 күні аяқталады деп тұр. Ал ендеше сіздерге сәттілік, сау болыңыздар. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.